қазір ғана мен осы прокуратураға кіріп, прокурордың көмекшісіне арыз жазып тастадым, қабылдап, дежурный прокурор қабылдады. Жаңа болған жағдай туралы. Номер 4-ші түзеу мекемесінде Залелов деген аға жедел уәкіл, Залелов деген, сол менің өзім жазған қағаздарымды, бір парақ қағаз әшейін, сол Маратпен, басқа Суйбаевпен кездескенде жазған өзім заметкаларымды, соның бәрін тартып алам деп, маған күш көрсетпек болып, әрең дегенде сол қағаздарымды сақтап қалдым мен. Сол жөнінде ол кісінің менің тек өзім құқықтарым емес, адвокаттық құқықтарымды да бұзып, конституциялық құқықтарымды да бұзып, сол үшін мен осы прокуратураға келіп арыз жазып, соған шара көруім. 435-ші бапқа қылмыстық кодекстің адвокаттың іс-әрекет жұмысына кедергі келтіру деген қылмыстық кодексте статья бар, бап бар. Сол бойынша мен арыз тастап кеттім. Енді осының нәтижесін көреміз, тексереміз деп қалды. Сондықтан егер нәтиже болып, бірдеме болып жатса, сіздерге хабарын беремін. Рахмет сіздерге.